талқыларында балалар осы үй тапсырмасына байланысты стикерларда сұрақтар берілген. Өз таңдауларың бойынша сол стикерларды алып сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтың қолына тиді. Демография дегеніміз халықтың ұдайы өсу заңдылықтарын, халық санын, құрамын және аумақтарын орналасуын зерттейтін ғылым. Жақсы. Келесі екінші сұрақтың көзі. Халық санағы дегеніміз халық санаққа берілген экономика, мәдениет және тәсілдерсі. Келесі үшінші сұрақтың бері. Халық санағы неше жылда бірден өткізіледі? Халық санағы 10 жылда бірден өткізіледі. Төртінші сұрақ. Халық санағын жүргізудің қандай әдістерін білесіңдер? Арнайы ұйымдастыру немесе ақылды санақ жүргізудің әдістерін білесіз. Дүниежүзінде қанша халық бар? 7 миллиард халық саны бар. Келесі. Иә. Адам, иә. Şimdi arkadaki sabahımızın gerisi кезеңіне өтеміз. Ол үшін жаңағы түрлі түсті стикерлар бойынша үй тапсырмасына байланысты қалған сол бойынша топтасып алайық. Жасыл түсті бір топқа, сары түсті бір топқа, қызыл түсті стикер алғандар бір топқа. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз ол үшін қазір орталығы видео көрсетіліп сауаттылық пен контрацепцияда бүкіл дүниежүзі бойынша туу деңгейінің төмендеуіне шешуші рөл атқарады. Яғни халық санының өсуін ғаламдық экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына жеткізбей тұрақтандыра аламыз. жақсы. Ал енді осына видео бойынша не көрдік? Өз ойыңыз айтайық. Өмірде екісі группта бастап бала, әр екісі группта бала ойын өтеді. Дүниеге келеді. Бойынша бір секундта 2 бала өмірге келеді. Америкада адамдар Үндістан сияқты өмір сүретін болса, қазіргі жерге 15 миллиард адам сияды. Ал ақш сияқты өмір сүретін болса, 1,5 миллиард адам olur. Балалар жердің бетінде жылдан жылға халықтың саны артып келе жатыр, өсіп келе жатыр. Яғни халықтың өсімі туралы айтып жатыр, иә. Ендеше бұл дүниелердің тақырыбымыз біздің дүние жүзі елдерінің ұдайы өсуі. Мақсаты дүние жүзі елдерінің халықтың ұдайы өсуі бойынша жетпейді. Сабақтың мақсаты дүние жүзі елдерінің халықтарының ұдайы түрлерін анықтап жіктеу. Енді тақырыпты балалар біз негізгі осы бүгін тақырыпқа байланысты ұғымдарды анықтап алудан бастаймыз. Ол үшін оқулықтарынан параграф 33-ті ашайық. Ол ұдайы өсу, абсолюттік демографиялық көрсеткіш, салыстырмалы демографиялық көрсеткіш, табиғи өсім және механикалық өсім. Оқулықтар мәтінді оқимыз. Осы ұғымдарды анықтап ажыратамыз. Дайынсыз ба балалар? Дайын болсақ жауап берейік, иә? Бүгінгі ұдайы өсу дегеніміз не? Кім айтады ұдайы? Ал және қайта ғой. Адамзаттың өсімсіз жаңа ауысып отыруын қамтамасыз ететін туу мен өлімнің және табиғи өсімінің көрсеткіштері халықтың ұдайы өсуі деп атаймыз. Дүние жүзінде халықтың ұдайы өсімін анықтау үшін салыстырмалы демография және абсолюттік демографиялық көрсеткіштер қолданылады. Жақсы. Келесі абсолюттік демографиялық көрсеткішті айтамыз. Абсолюттік демографиялық көрсеткіштер белгілі бір мерзімдегі демографиялық оқиғалардың нақтышламасы. Абсолюттік демографиялық көрсеткіштер екі түрге бөлінеді. Ол табиғи өсім және механикалық өсім. Демографиялық көрсеткіш дегеніміз не? Салыстырмалы демографиялық көрсеткіш. Кім айтады? Табиғи азайтылады. Халықтың ұдайы өсу заңдылықтарын қорғау үшін және басқа мемлекеттерге салыстыру үшін салыстырмалы демографиялық көрсеткіш қолданылады. Салыстырмалы демографиялық көрсеткіш пирамидамен алынады. Салыстырмалы демографиялық көрсеткіш бұл дүние жүзі елдерін аумақ бойынша салыстыруда қолданылады екен. Енді салыстырмалы демографиялық көрсеткішті анықтай отырып, дүние жүзі елдерінің ұдайы өсуін негізінен 3 түрге бөліп көрсетеді екен. Олар қазіргі, дәстүрлі және өтпелі ұдайы өсудің түрлері екен. Енді
өсудің түрлерін ажыратып анықтау үшін қазір біз топтық жұмыс жасаймыз. Тұжырымдамалық карта. Бізде бірінші Африка тобы сендерге дәстүрлі және бұдай өсудің өтпелі түрі туралы анықтап ажыратады. Европа тобы бұдай өсудің қазіргі түрін анықтайсыңдар. Сендер тірек сызба және кескінді диаграмма түрінде көрсетіп сипаттайсыңдар. Үшінші топ Вен диаграммасы түрінде бұдай өсу түрлерін, тұтастықтар мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Үш топта дайынбыз, иә? Ал енді бастаймыз, Африка тобына бастаймыз. Түрлі бұдай өсу бұл коэффициенті 30% жоғары, өлім коэффициенті 10% төмен, табиғи өсім 2,6% төмен. Бұған себеп дәстүрлі бұдай өсудің басты белгілері адам өмірінің қысқа болуы. Мысалы, Лесото мемлекеттерінде адам орташа жасы 48-50 жас өмір сүреді. Бұған себеп білім, медицина дамымаған. Бұдай өсу түрлері Африкада көп кездеседі. Атап айтқанда, Конго, Ангола, Чад, Орталық Африка Республикасы, ол ресурстар және тағы басқа. Бұдай өсудің өлкелері түрінде жататын елдерде туу коэффициенті 16-30% жоғары, ал өлім коэффициенті 10% төмен. Табиғи өсім жоғары. Оған себебі бұдай өсудің өтпелі түрінде жататын елдерде саяси экономикалары жоғары, медицина дамыған, адам өмір сүретін жасы жоғары. Соған байланысты өлім төмен. Бұдай өсудің көптеген кезеңдерін өзгер Латын Америкасы және оңтүстік шығыс Азия. Мына халық саны шетелсіз көбеюін өтпелі елдерде қазіргі кезде дамып келе жатыр, иә? Бұл құбылыс қандай құбылыс дейміз? Демография жарыс. Жақсы, енді жаңағы осы дәстүрлі өтпелі бұдай өсу сән аймақтарды картадан. Нигер, Чад, Судан, Конго, Ангола, Сомали. Яғни қай аймақтан? Африка аймағынан. Бұдай өсудің үштері ажыратамыз. Дәстүрлі, өтпелі және қазіргі заманғы. Бұдай өсудің дәстүрлі кезеңінің ерекшелігінде өсім жоғары, адамдардың өмір сүру қысқа, ал экономикасы нашар дамыған. Бұдай өсудің қазіргі заманғы ерекшеліктері төмен қарта ұйымдастырылған экономика жоғары дамыған. Өтпелі кезеңнің ерекшеліктері өлім төмен, өсім деңгейі жоғары, экологиялық жағынан жоғары, елдер қатарына жатады және қатар үлесі жоғары. Түркияның дәстүрлі қосылы бұл деңгей жоғары. Түркияның мен қазіргі заманға салыстырғанда адамның өмір жасы ұзақ. Жақсы, өте жақсы сипаттап кетті. Айырмашылықтар мен ұқсастықтарын бұдай өсу түрлерінің жақсы өсуіне бұдай өсу түрлерін ажыратып анықтай тұрған постерларымыз бойынша бір-бірімізді бағалайық. Бағалау бағдаршама арқылы жүргізіледі. Екінші топ, үшінші топты бағалаймыз. Біз үшінші топқа жақсы мамандық қоямыз, себебі үшінші топ бізге елдердің арасындағы категориясымен салыстыра отырып, тақырыпты түсіндіре көмектеседі. Америка тобы, Африка тобын бағалайық. Біз Африка тобына қысқа жүргіземіз, себебі олар картамен жақсы жол көрсетеді. Жақсы. Келесі балалар біздің тапсырма. Бұдай өсу түрлері бойынша беттерді топтастыру, бұл жұптық жұмыс. 9 мемлекет беріліп тұр балалар. Бұдай өсудің қай түрлерге жататындығын анықтап топтастырамыз. Барлық 9 мемлекет әр дұрыс жауапқа 1 балдан беріледі. Балалар, жұптар бір-бірімізге тапсырмаларын бірімізді тексеріп бағалаймыз. Топ басшылары еліміздегі сабақтың басына бағалау параметрі ғой. Соған жаңағы әрбір оқушының жауабын белгілеп отырасыңдар, иә? Келесі тапсырма бізде оқу тақырыбының соңында кесте берілген. Бұл жерде сендерге солтүстік Африка мен орталық Америка елдерін, бірге шығыс Европа елдерін, оңтүстік шығыс Азия елдерін салыстырып
табиғи өсімі қанша және ұдайы өсудің қай түрде жататындығын анықтауымыз керек. Дайынбыз ба? Дайынбыз ба? Айта ғой. Мысалы, Америка елдерінде Коста-Рика 11, Сальвадорда 11, Панамада 14. Бұл елдер Шығыс Еуропа елдерінде Болгариядан -6, Чехиядан 0, Польшадан 0. Бұл елдер қазіргі типке жатады. Қазіргі типке. Бұнда бұл елдерде туу емес, өлім жоғары. Өлім өте жоғары. Қандай құбылыс? Демографиялық. Балалардың біздің келесі соңғы қорытынды тапсырмамыз бұл дұрыс және бұрыс деп аталады. Бұл тапсырмамыз Кахов платформасы негізінде орындаймыз. Міне мына бұрын бойынша сілеміз. Азаматтық бар. Бастай береміз. Бірінші сұрақ, ұдайы өсудің 3 типі ажыратылады. Олар дәстүрлі, өтпелі, қазіргі. Дұрыс, бұрыс. Тапсырмасы бойынша Аружан 9635 балл жинап бірінші орынға шықты. Екінші орында Азамат 9585, үшінші орында 9340 балл жинап Аяулым үшінші орынға шықты. Дайынбыз. Біз бүгін міне халықтың ұдайы өсу тақырыбы бойынша білім алып игердік. Ұдайы өсу дегеніміз не екендігін, ұдайы өсудің көрсеткіштері абсолюттік және салыстырмалы демографиялық көрсеткіш арқылы анықталатындығын және дүниежүзі елдерінің ұдайы өсудің 3 түріне дәстүрлі, өтпелі және қазіргі кезеңге ажыратылатындығын анықтап білдік. Енді бүгінгі сабақ бойынша білімнің қай деңгейінде тұрсыңдар, мына жетістік басқаларына кеп қандай білім алып Мен сауал маған өте қатты себебі мен бүгін ұдайы өсудің түрлерін ажыратамын. Бүгін балалар міне үй тапсырмасы келесі сабаққа параграф 37 оқимыз. Кесім картаға жаңағы ұдайы өсу түрлерін бүгін өттік қой. Соған сол ұдайы өсу түрлеріне жататын елдерді аймақтарды кесім картаға белгілейміз. Оны кейін есе тақырыбы халық санының өсуі қоғам дамуының көрсеткіші бола ала ма деген тақырыпта. Сабағымыз аяқталды.